Ne alsınız? Nesini alıp getirsin ya? Әкелдір дедіңдер. Kim ayıttı onu alıp geldim? Ben ettim mi sen alıp geldin? Жоқ, сен емес, осындағы жігіттер. Kim biliyor muna remenderini alıp geldi dep aytma ama? Onun nesini көрсөтөсүң? Бәріміз білеміз ғой чемпион екенін. Соны мақтанып обязательно көрсету керек па мына жаққа? Жайын айтып. Ой, о. Қой енді, Жанқош өзім боксер болғаннан кейін бізде дайындалып келдік те кішкене. Оны несейін? Груша тренинг жасамайсың ба? Жоқ. Кішкене тренинг жасап алайын, а? Жасау? Что там, қарны аш болдың? Yok be iyi. Nормально болдым бір күн. Машина. Ой, бастай, ja. Жаңа кезінде Мұхаммед Али атаң айтып кеткендей, the world championship with the Hubert Devil, Hubert Babbles, fighting shit that Conor McGregor, of Hubble Level, Hubert Level, Hubert Bow, Hubert Devil also fighting shit that Hubert Lester, Hubert Less деген сөздерге вообще өзің қалай қарайсың? Түсінбедім сен что-то. Сен ағылшын тілін білмейсің ба? Сенікі ағылшын емес қой. Сен басқа мектепте оқыдың ба? Жарайды. Жаңа біздің Қазақстанда вообще жаңа бокс деген өте қатты дамыған ғой. Мысалы, Қарағанды школа бокса дейді. Өте мықты боксер жігіттер бар, қыздар. Сосын Тараздың школа боксы. Сол жаңа Тараздың школа боксы 139 мектеп гимназиясының айырмашылығы не? Түсінбедім сен. Гимназия мектебінде 139-да. Оқта уклондар бар да, ағылшын. Түсінбедім. Сосын не о жаңа? Сен бұлай бокстап жүресің ғой? Сөйдері бокстап жаңа қатты сүйін демейсің ба? Жоқ. Боқтауға болмайды ғой. Бірақ сенде не капа бар ғой, сөйлей алмайсың. Бірақ капаның аржағын фу демейсің ба? Жоқ, боқтамаймын вообще. Болмайды ғой. Дұрыс негізі. Жаңа Ботанов Бекер туған деген бар да. Сонымен сен бұлай жекпе-жекпе шықсаң, кім ұтады деп ойлайсың? Кім ол? Алқаш бар да районда. Жоқ, ол Алқаш болса да, нормально қатты төбелес қояды. Әйелін қатты раз-два деп. Әйелдер болмайды ғой. Тем более қыз бала. Қыз бала нұр болмайды. Өте дұрыс нәрсені айтасың сен. Боксер болсаң да бар ғой.
Сосын жаңа мысалға деймін да, екеуміз шықтық рингқа. И мен сені бірінші раундта тақ деп апперкотпен құлантамын да, сен құлайсың да, тұра салып, заявление жазбайсың ба маған? Жоқ, конечно. Или сен сосын барып, больницадан шығып, емделіп, аяққа тұрып барып жазайын деп тұрсың ба? Осы жерде тексерген келіп тұр ма не? Жоқ, маған болмайды ол. Неге болмайды? Менде сағат бар ол. Түсінбедім, сен қалай сағат бер? Уақыт жоқ дегенім. Не болып кетті? Не ғой, сосын жаңа сен ақш-қа барып, жаңа Америкаға барып, неше түрлі аты бар боксерлермен бір залда жаттығу жасайсың. Не боксерлер еді сол? Флойд Мейвезер, Майк Тайсон, Мұхаммед Алиді көрдім. Жоқ, оның бәрі түсінікті ғой, сен визаны қалай алдың өзің? Таныстар жоқ па маған? Бару керек еді сол. Визаның қатысы не маған? Жоқ па таныс? Жоқ. Тайсонға ма біреуге, Уитни Хьюстонға ма біреуге звондап решать етіп жүруге болмай ма? Жоқ. Сосын жаңа әр боксердің бір өзінің шығатын трегі бар да, өлеңнен. Сен де бір шыққанда бір өлеңге шығасың ғой. Сол мына тректі оценивать етіп жүрші, қалай шығасың ба мына трекке? Көрейік. Тұршы. Қалай? Жоқ, бұндайға шықпаймын. Болмай ма? Болмайды. Онда мынаны көрші. Жоқ, қалай? Жақсы. Күшті екен. Шын? Жоқ, конечно. Бұл сөздің мағынасы қалай өзі? Бар ма бірдеңке мағына? Ты че, бұның терең мағынасы бар. Деген именно сол жері. Дух беретін жері ғой. Жоқ өтпеді мәне. Жоқ. Жарайды. Сосын жаңа не? Көрші үйде бір боксер бар да. Сол вообще андай бір тәрбие көрмеген, көрген сүйкімсіз да өзі. Жүрген жерінде сиет, шат, білген істейді ғой анау. Не боксер ол? Ит боксер бар ғой. Сен намысына тимей ме ғой? Жоқ, ол ит қой. Ит болғанда сен сияқты боксер ғой. Сен өзің спортпен айналысқансың ба? Иә. Қандай? Таеквондо. Көрсетші жарайды. Ол аяқпен ғой. Көрейік. Оқта тұрғанда асырас тұрасың да. Хап деп. Аяқты былай көтеріп тұрасың. Раз, спокойно былай түсірдің де. Аяқтан раз, шах деп, короче. Можно выше, да, былай? Осы таеквондо деген. Бірақ опасно анау тисе. Құрсын. Сосын не ғой жаңа? Көптеген спортсмендер біздің мысалы Қуат Найман, Чак Норрис, Уэсли Снайпс, жаңа. Кім?
Messi деген сияқты танымал адамдар киноға түседі де, енді сен де танымал боксершісің ғой. Сен де сол киноға түсетін ниетің бар ма вообще, желаниең? Бір актерлік қабілетіңді көрсетсек. Мысалы, қазір отырып қуанғаныңды көрсетші. Енді жаңа ашуланғаныңды көрсетіп жіберсем. Болады екен. Енді келешекте, может, шақырармыз біздің киноға түсуге. Ал енді маңызды сұрақтың біреуі, қазір келешекте алдымызда жақын арада жекпе-жек болатын шығар, иншалла. Сол кіммен болады, қай уақытта айтып жіберсеңіз. Алла қаласа қазір 6 июнь осы Алматыда WBA жаңағы көрген поясты қорғаймын, Алла қаласа. Жаңа қай ременді айтасың? Бірінші ме, екінші ме? Сол екеуінің біреусі. Не ол? Жаңағындай подставной бойларға өзің қалай қарайсың? Ондайды білмеймін. Жоқ, мен өзім ақшасын қоям, сосын екеуміз бөліп аламыз. Жоқ, Жанқос жат дегенде жат боласың да, сосын екеуміз бөліп аламыз ақшаны сразу. $50,000. Қойшы. Шыдым, не болды? Жанқош, жара $70,000 берем. 72. Не бәрі ренжи береді мына бағдарламамызда. Бәлі 80 беру керек етпеді.